Армысыз көрермен, эфирде мен Жұлдыз Жәнібек, жұлдызды жаңалықтарға құлақ түріңіз. Алтынай Жолдыбаева өз оқырмандарын тағы да жаңа суреттермен қуантты. Алайда оның жариялаған суреттері желідегілердің барлығына бірдей ұнай қойған жоқ. Көпшіліктің пікірі екіге бөлінді. Бірі шоу-бизнес сылқымының мінсіз мүсініне тәнті болып жатса, енді бірі оны тым ашық образы үшін сынап тастады. Ал сіз не дейсіз? Өз ойыңызды төменге жазыңыз. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's dog. Бояу, тек бояу көріп тұрмын. Кеудесін айқара ашып не көрінді? Ұят қайда? Қазақ қыздарының осындай образдарына жыным келеді. Біздің салт-дәстүрімізге қайшы ғой. Не деген ерекше образ? Кардашьяндар қасыңызда тұрмайды. Сіз олардан асып түсесіз. Өте сұлу қыз. Сізге ғашық болмау мүмкін емес. Осы Алтынайға неге бәрі десе береді, Өзімен өзі әп-әдемі болып жүрген қыз емес па? Сая Оразғалиева сүйіктісін көрсетті. Актриса Мальдив аралына жалғыз аттанбағанын айтты. Сая Инстаграм парақшасына 2020 жылы дәл осы жерде жалғыз фотоға түсіп, келесі жылы өзінің махаббатымен боламын деген екен. Сөзінде тұрдым дейді Бекеш. Ал көпшілік Оразғалиевадан жүрегін жаулаған жігіттің кім екенін тезірек көрсетуді сұрауда. Артынан таныстырып жатыр ма? Не деген жаңалық? Бұл кім, танымайды екенбіз? Бізге не керегі? Мықты жаңалық екен. Жұрттың бәрі тосып жүр ғой. Осының жігіті кім екен деп. Бақыт тілеймін. Шынымен де күшті жаңалық қой. Қуаныштымын. Мадина Садуақасованың жолдасы танымал режиссер Олжас Смағұлов 35 жасқа толды. Қазақ эстрадасының жұлдызы отағасын туған күнімен құттықтап, Инстаграм парақшасында оған жүрек жарды тілегін жолдаған. Оның айтуынша, әншінің күйеуі оған 23 жасында сырттай ғашық болып, оған айта алмай жүрген. Алайда кейін араға 4 жыл салып, ол дегеніне жеткен. Құтты болсын, арман орындалған екен ғой. Бақыт тілеймін. Өмірде неше түрлісі болады, Тайна ғашық болып, қазір әйелі болып отырсыз. Қызық. Тоқта, айта кетейін. Алда арнамызда бірнеше жаңа жоба шығады. Жіберіп алмау үшін міндетті түрде арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізбен бірге болыңыз. Махаббат шексіз мұзайдын. Мұзайдынында әдемі сырғанау үшін екі адамға тек қана сезім аздық етеді. Ғашықтардың өмір бойы бір гаммада әдемі сырғанауының құпиясы сыйластықта, дейді Салтанат Бақаева өзінің Инстаграм парақшасында. Өз оқырмандарын махаббатты сезініп, жүрек түкпіріндегі ең аяулы сезімдерінің иесіне шексіз сүйетіндеріңізді айта жүріңіздер деп Нұржанға деген сезімін білдірді. Видеоны көрдің ба? Күшті да. Мен де солай Бурабайға барып, фотоға, видеоға түссем ғой шіркін. Инстаграмға мен сені сүйемін деп пост салып. Ладно, кеттік ары қарай. Қазақстандық Ұлы дала зары фильмі Оскар жүлдесіне ие бола алады. Фильм шет тіліндегі ең үздік фильм категориясында қарастырылады екен. Осы санаттағы Оскардың тізіміне 93 фильм кіреді екен. Ұлы дала атаны фильмі шынайы тарихи оқиғаларға негізделген. Ол қазақстандықтардың 1920-30 жылдардағы ашаршылық кезінде бастан кешкен қиыншылықтары, халықтың 70%-дан астамы аштықтан қаза тапқаны туралы әңгімелейді. Оскар номинанттары 15 наурызда жарияланады. Марапаттау рәсімі 2021 жылдың 25 сәуірінде өтеді. Аштықтың көзі, бала. Бұл елдің рухын атсаң да шапсаң да сындыра алмайсың. Дан
Жан Балан мен Индира Еділбаеваның Су жаңа әнімен бейнебаяны шықты. Индира әлемде болып жатқан жағдайларға қарамай Киевке барып өзінің «Голос Украины» проектісінде болған тәлімгермен ән жазды. Песня зацепила сильно. Необычная подача. Оригинально. Сәттілік, Индира. Биік шыңдардан көре берейік сені. Бүгінге осы арнамызға жазылып, лайк басып, өз ой пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше жағымды жаңалықтар көп болсын.